Әлеуметтік желіні белсенді қолданушылар арқылы қалың көпшілікке өңіріміздің табиғи және тарихи ерекшеліктерін кеңінен насихаттауға бағытталған кезекті блог-тур бастау алды. Тур барысында 15 адамнан жинақталған топ аймақтың 4 ауданындағы тарихи нысандарды аралайды. Облыстық ішкі саясат басқармасының ұйытқы болуымен басталған блог-тур жұмысына 15 адам қатысуда. Оның ішінде республикаға танымал Яков Федоров, Тимур Бектұр, сондай-ақ жергілікті блогерлар мен журналистер бар. Олардың мақсаты ішкі туризм мен аймақтың бірегейлігі мен сұлулығын кеңінен насихаттау. Бұл үшін ұйымдастырушылар тарапынан барлық жағдай жасалған. Фото, видео және арнайы түсірілім тобымен толық қамтылған. Осындай көрікті жерлердің біздің өңірімізде бар екенін екінің бірі біле бермейді. Мысалы, Шыңыраудың Сарқырамасына менің таныстарымның 10-9 бармаған. Ондай өте әдемі жер. Ондай мысалы басқа кез келген облыста, кез келген жерден бәрінде бар емес. Сондықтан жерлерді білсе, балалар өзінің осындай әдемі жерлер барса, бұл бір жағынан патриотизмді күшейтеді деп ойлаймын. Өзінің өлкесіне деген сүйіспеншілігін дамытса, ондай адам дейтін өзінің еліне адал қызмет ету мүмкіндігі арта береді. Облыс орталығынан бастау алатын іс-шара жақында бой көтерген Махамбет пен Исатай ескерткішінде жалғасын таппақ. Делегация рухани жаңғыру мұражайын аралаумен қатар Шыңғырлау, Теректі, Жаңғала және Бөкейорда аудандарының киелі нысандарымен таныса алады. 3 күнге созылатын турда блогерлар көрікті жерлерге саяхат жасап қана қоймай, көрген білгендері мен әлеуметтік желілерде бөлісіп, бір мезетте тарих зерттеушілеріне де айнала алады. Неліктен мысалы блогерлар деп сұрақ туындаса, солар арқылы, солардың оқырмандары арқылы біздер өзіміздің киелі нысандарымызды таныстырғымыз келеді. Өйткені бізде өте көп. Егер мысалы Батыс Қазақстан облысында 47 нысан болса, оны 7 республикаға енсе, 40 нысан бұл аймақтық деңгейде. Сол 47 нысан енді барлығын бірдей қамту мүмкін емес. Дегенмен де соның ішінде ірілерін, халыққа баруға болатын жерлері, инфраструктурасы дамыған, жалпы туризмді бағыттауға болатын жерлердің барлығына апармыз келеді. Блогерлардың пікірінше, Ақжайық өңірі туризм үшін ең қолайлы аймақ. Табиғаты бай, топырағы құнарлы, жері шұрайлы. Тәжірибе көрсеткенде мұндай сапарлар тиімділігін жоғалтпақ емес. Мәселен, егер осыдан 2 жыл бұрын Шыңғырлау ауданында орналасқан Торатпас тауы туралы тек жергілікті халық қана білсе, қазір ол бүкіл республика тұрғындарының қызығушылығын тудыратын танымал нысан. Осы орайда блог-тур нәтижесінде арнайы фото жинақ жасақталып, Бөкейорда ауданында блог конференция өтетін болады. Гүлсара Марат, Айбек Сағынғалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.